бір істеп тұр да. Істеп тұр, короче. Бәріңе сәлем бауырлар, сендермен бірге мен Құрт ютубер. Бүгінгі видеода мен Free Fire чит көрсететін боламын. Бұл чит мүлдем бан бермейді деп мен сіздерге 100% айта аламын. 100% дегенде енді мен сіздерге кішкене 90%-ын айта аламын. Өйткені мен бұл читті өзім кеше ғана тарттым. Жалпы мынау менің аккаунтым. Жалпы бұл жерде былайынан денесіне атуға да болады. Короче, бұл жерде бан бермейтін себебі, қараңыздар. Бұл жерде былай көтеріп атсаң басына кетеді. Смело көтеріп атсаң басына кетеді. Короче, мына жерде мыналарды қосып қоясыздар. Соң тұрған читті қосу мүмкін емес. Білмеймін, мен қосамадым әйтеуір. Короче, мына жерде мынаны әртүрлі қоясыздар. Бұл AVM сондай атуға көмектеседі. Мына кішірек тұтайын қазір. Мынаны былайынан, мына жерде былайынан және де мынаны былайынан, мынаны қосып қоюмен алдын ала, короче. Осылайынан хедшот береді. Бұл жерде денеге де атуға болады. Короче, денеге атсаң зажим болып өледі, ал басқа көтерсең смело басына хедшот тиеді. Короче, бұл чит сондықтан бан бермейді бұған. Одан кейін барып, достар, сіздер если аккаунттарыңызды банға жібергілеріңіз келмесе, ботский аккаунт ашып, немесе өз арнайы болады бір аккаунт, короче. Қандай еді? Ұмытып қалдым. Короче, сол аккаунтты ашып, сондай аккаунт ашып, өздеріңіз сондай ботский аккаунтпен ойнасаңыздар, тексеріп көрсетулеріңізге болады. Жалпы, если мастерге дейін көтерсеңіздер, өздеріңіздің аккаунттарыңызға қосуларыңызға да болады. Жалпы бір сөзбен айтқанда бұл ешқандай бан бермейді. Қазір мен сіздерге бүкіл аржамен атып көрсетемін. UMP, короче, MP5 сондайлармен. Вот, короче, мына жерде хедшот кетіп жатыр. Денесіне атсаң, денесіне де кетеді. Жалпы бұл жерде шынайы, кәдімгідей шынайы дегенде кәдімгі Free Fire секілді, бірақ көтеріп атсаң басына точно тиеді. Короче, біз қазір тренировкаға кірейік. Тренировка дегенде, короче, осы атысатын жерге сразу былайынан көтерсек басқа хедшот кетеді. Жалпы бір сөзбен айтқанда хедшоттар әдем кетеді. Дусолка, мына 6 тоқтырғышпен атып көрейік. Міне смело хедшоттар кетіп жатыр. Бұл читтің арқасы. Жалпы, достар, осы видеоға 100-ден астам лайк жиналатын болса, 100-ден асатын бір лайк жиналатын болса, және де, короче, 1060 подписчикке ма, аз қалыппыз, короче, уже ұмытқан сол подписчиктерді. Короче, соған аз қалдық, соған давай жеткізіп тастайық. Сол кезде мен сіздерге осы читтің қалай тартылу керегін көрсететін боламын. Ал егер де керек болмаса, комментарийға жазып кетіңіздер. Бірақ жаңелдегідей айтқандай, ботский аккаунт ашып, өздеріңіз тексеріп көрсеңіздер болады. Бұл ешқандай Free Fire'ға бан бермейді. Өйткені мен бұны кеше тартсам да, уже аккаунтым мықтырақ. Аккаунтым дегенде, жалпы бірнеше заттар алдым осы читтің көмегімен. Видеоның соңында ID-имді көрсетемін. Жалпы, если бірге ойнағыларыңыз келсе, вот осылай зажимать етуге болады. Жалпы, бірге ойнағыларыңыз келсе, короче. Мына жерде осылайынан хедшот беріп, мына жерге былайынан What the fuck? Короче, осындай, короче, мынау чит, мына жерге, короче, кіреміз. Вот, мынау менің ID-им. Мынау менің ID-им, қазір жақындатам. Мынау менің атым. Жалпы, маған запросаңыздар, дүрзат асаңыздар, бірге ойнаймыз. Сіздермен болған мен Құрт ютубер. Келесі жүзіскенше, қош сау болыңыздар.